Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз жасалатын, айраннан жылдам дайын болатын осындай бауырсақ әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы айран құямыз. Қант қосамыз. Тұз, ас содасы және сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, ұнымызға біртіндеп қоса отыра қаттылау етіп қамыр илейміз. Міне осылай қамырымыз дайын болды. Енді қамырдың иек қану үшін 15 минутқа қоямыз. Иек қанған қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп, жұқалау етіп жаямыз. Кейін барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Барлығын турап алып, қызып тұрған майда қызарғанша пісіреміз. Мен мұнда кулинарный жир және де сұйық майды пайдаландым. Міне осылай пісіріп, сүзіп аламыз. Өте жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.